Сәлем құрметті оқушы. Сенімен бірге бүгін төртбұрыш пен шаршының ауданын табу деген тақырыптың әрі қарай жалғасын өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты тік төртбұрыш және шаршының ауданын есептейтін боламыз және де формулаларын қайталаймыз. Енді бірінші тапсырма. Бір парақ қағазды ал және де бір түймені ал. Осы парақтың үстіне түймені қойып, сол түйме алып тұрған ауданды ақырын ғана сызып қиып ал. Ал енді осы қиылған бөліктің ауданын тапқаннан кейін мына парақтың ауданын таба аласың ба? Кәнекей, осыны практикалық түрде жасап көр. Екінші тапсырма, ауданның өлшем бірліктеріне кестесін пайдаланып, оларды салыстыру қажет. 1 сантиметр квадрат, 1 дециметр квадратпен салыстыру керек. Әрине, дециметр квадрат сантиметрден үлкен. Сондықтан 3 сантиметр квадрат, 3 дециметр квадраттан кем. Әрі қарай 5 метр квадрат, 5 сантиметр квадрат. Метр квадрат сантиметр квадраттан артық. Ал енді 9 метр квадрат, 900 дециметр квадрат. Екеуін қалай салыстырамыз? Ол үшін 1 метрді 10 дециметр бар. Ал енді 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат бар. Сонда 9 метр квадратта 900 дециметр квадрат. 900 бен 900 бір-біріне тең болады. Тура осылай еске түсіріп және дұрыстап өрнектеп, артық, кем немесе тең екенін тап. Үшінші тапсырма. Фигуралардың қабырғаларын өлшеп, периметрі мен ауданын тап. Ал енді бірінші фигураға қарасақ, бізде шаршы. Ал екінші фигура тік төртбұрыш. Ал енді периметр мен ауданын табудың формулаларын еске түсірейік. Бірінші периметр. Периметр дегеніміз ол барлық қабырғаларының қосындысы. Яғни шаршыда барлық қабырғалар бірдей болғандықтан оны аны 4-ке көбейте саламыз. Ал енді тік төртбұрыштікі ені мен ұзындығын қосып 2-ге көбейтеміз. Себебі олардың қарама қарсы қабырғалары тең. Ауданды табамыз. А көбейту А. Кеше ғана өттік. Ал енді тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Міне осы формулаға қойып, өлшеп шығар. Төртінші тапсырма, әрбір суретке дұрыс жауапты жаз дейді. Тік төртбұрыштың барлық ауданы қанша? Ал енді тік төртбұрыштың ауданын табайық. Мысалы, тік төртбұрыш екінші суретте көрсетілген. Ауданын табу үшін біз 5 метрге 6 метрді көбейтеміз. Сонда 30 метр квадрат. Жазамыз. Тік төртбұрыштың ауданы 30 метр квадрат. Ал енді боялған бөліктің ауданын табуымыз керек. Мына боялғанды. Боялған табу үшін 3-ке 2-ні көбейтеміз. Сонда 6 метр квадрат. Ал енді боялмағанды табу үшін осы 30-дан 6-ны азайта салсақ. 24 метр квадрат. Тура осылай бірінші және де үшінші тұрған фигураларды жеке-жеке талдап, мәнін тауып шық. Бесінші тапсырма, теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуді қарастырамыз. 35 қосу x тең 200 азайту 100. Теңдеудің сол жағы тура сол күйінде жазылады. Ал енді оң жағын бірден мәнін тапсақ болады. 200-ден 100-ді азайтсақ 100. Екінші қосылғыш белгісіз, оны табу үшін қосындының мәнінен, яғни 100-ден 35-ті азайтамыз. Ал x-тің мәні неше шықты? Және де осы шыққан санды x-тің орнына қойып, теңдеудің оң жағы мен сол жағы тең болғанын қара. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.